Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Жеміс ағаштарындағы жеміс салатын бүршік пен жапырақ шығаратын бүршікті қалай ажыратуға болады деген сұрақ келіп түскен еді. Соған байланысты бір кішкене видео түсірейін деген едім. Міне бұның жауабы мынау болады. Мына жерде көріп тұрғанымыз міне кішкентай бүршіктер, бұлар жапырақ бүршіктер. Бұдан жапырақ шығатын адам. Ал мынау жуан болып тұрған. Бұл бұдан жеміс шығады. Бұдан жеміс шығады. Яғни оның айырмашылығы осы. Мыналар жіңішке болады, кішкентай болады. Жапырақ шығаратындар. Ал жеміс салатындар міне қандай мен көріп тұрсыз, мынандай ісіңкі жуан болады. Мына жерде қарасақ болады. Мынау да жеміс салатын бүршіктер. Міне енді бұл жеміс салатын бүршіктердің бәрін қалдырып беруде шарт емес. Міне мына жерде біреу тұр. Мына жерде мына ағаштың өзі өте көп жеміс салатын бүршіктер. Мынада да өте көп. Мына жерде тұр. Енді бұл жерде жеміс салады екенде бәрін қалдыра салуға болмайды. Өйткені біз жүктемесін азайтуымыз керек. Жыл сайын бір жүктемені сақтап отыруымыз керек. Өйткені біз бәрін қалдыра беретін болсақ, мына мысалы қатты гүлдейтін кезде мыналарда өте жеміс көп. Онда бұл ағаштың жазғы, мысалы алдағы жылда, осы жылдың жаз айында келер жылдың жеміс салатын бүршіктері қалыптасады. Соған энергиясы жетпей қалатын болады, келер жыл өнімі аз болып қалатын болады. Сол үшін де бірінші ажырататын нәрсеміз мынау, міне жаңағындай бұл жапырақ шығатын бүршіктер кейде болады. Мысалы мынау жеміс салатын бүршіктер қатты кесілген кезде немесе мыналарды кейде жапырақ шығарып кететін болады. Кейде ондай қасиеті де бар. Жеміс салатын бүршік жапырақ салуға да айналып кете алады. Яғни өсетінге. Яғни бұтақ болып өсіп кете алады бұларда. Сосын жаңағыда айтып өткеніміздей, жеміс салады екен ғой деп бәрін қалдыруды шарт емес. Бізге керекті өнімді және ағаштың өзін көтере алатын, оның күші жететін, күші жетпесе оны біз тыңайтып жеткізе алатын, ол да болмаса қиналатын болса, онда біз оны жүктемесін азайту үшін кесу жұмыстары кезінде жеміс салатын бүршіктер барларды кесуге тура келеді. Олда тұрған ештеңе жоқ. Қысқасы осы, тағы да бір көрсетіп жіберейін сіздерге. Мына жерден қарасақ болады. Мынау да жеміс салатын. Не жеміс? Жапырақ шығаратын бүршік. Жапырақ шығаратын кішкентайлар тұр ғой. Ал жеміс салатын міне. Жеміс салатын жеміс салатындар. Мына жерде жапырақ шығаратындар мынада. Осының жауабы осы. Мынада негізі өте көп салады. Мыналарда карликтер.